Осыдан тура бір апта бұрын Димаш Құдайбергеновтің жетістігін қуана жариялаған болатынбыз. Өткен сенбіде дәл осындай қуаныш тағы да орын алды. Қазақстандық әнші Витастың опера 2 әнін шырқап қытайлықтарды тәнті етті. Байқағандарыңыздай, Димаш ресейлік әріптесін басып озды. Өйткені 2 октаваға жоғары орындап шықты. Сондықтан да қазақ жігітінің мерейі үстемірек екені анық. Айтпақшы, жуырда ғаламторда Құдайбергеновтың кейпіне байланысты кейбіреулер пікір қалдырып жатты. Нақтырақ айтсақ, боянуына байланысты. Осыған орай әншінің анасы жауап қатты. Оның сахналық образ болғанын Света ханым түсіндіруге тырысқан. Ел үмітін ақтап жатқан Димаштың аяғынан тарту әрине ұяттау іс. Әншінің аяғынан шалғаннан гөрі белін буған дұрыс секілді. Ендеше ел болып қолдау көрсетейік.